Қадірлі ұстаздар, құрметті қауым, ең алдымен баршаңызды дәстүрлі тамыз конференциясының ашылуымен құттықтаймын. Бүгінгі жиынға Қазақстанның барлық аймағынан ұлағатты ұстаздар арнайы келіп отыр. Мықты мұғалім сапалы ұлттың тірегі. Бұл нағыз хақиқат. Бүгін өте ұтымды, мазмұнды баяндамаларды тыңдадық. Тиімді пікірлер мен ұсыныстар айтылды. Сөз сөйлеген ұстаздарға, бүкіл мұғалімдер қауымына ризашылығымды, ілтипатымды білдіремін. Тиісті министрлік, жалпы үкімет айтылған мәселелерді үнемі назарда ұстау керек. Бұл жұмысты аса маңызды стратегиялық міндет деп түсіну қажет. Ұстазды ұлықтаған елдің келешегі жарқын болары айдан анық. Ұлы Абай 38-ші қара сөзінде адамның адамдығы жақсы ұстаздан болатынын айтқан. Сіздер жас буынға терең білім беріп, саналы, озық ойлы және отаншыл ұрпақ тәрбиелеуге зор еңбек сіңіріп жүрсіздер. Осылайша бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастыруға атсалысып келесіздер. Биылғы тамыз конференциясы еліміздегі ауқымды өзгерістер кезеңіне тұспа-тұс келді. Бәріміз бір ел болып, түбегейлі реформаларды ойдағыдай жүзеге асырдық. Наурыз айында өткен жалпы ұлттық референдум нәтижесінде жаңа халық конституциясы қабылданды. Тұтас қоғам қолдаған ата заң 1 шілде күні күшіне енді. Бұл еліміз үшін маңызы ерекше тарихи оқиға. Бас құжатта тұңғыш рет білім саласына айрықша мән берілді. Яғни адам капиталын, білімді, ғылымды, инновацияны дамыту еліміздің стратегиялық бағыты ретінде айқындалды. Қазір бүкіл билік жүйесін және қоғамдық институттарды ауқымды жаңғырту жұмысы жүріп жатыр. Осыдан бірнеше күн бұрын алғашқы құрылтай сайлау өтті. Ал кеше оның нәтижелері шықты. Бұл өте маңызды саяси науқан, саяси іс-шара деп те айтуға болады. Шын мәнінде бұрын соңды болмаған жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Осы істе орталық сайлау комиссиясы үлкен рөл атқарды. Сайлау үдерісіне дұрыс шешімдер, соның ішінде жасанды интеллект технологиясы енгізілуде. Мұндай әдіс тәсілдер науқанның сапасын арттыра түсті. Сондай-ақ сайлауға шетелдік байқаушылар тарапынан да қызығушылық жоғары болды. Халықаралық қауымдастық сайлау нәтижесін мойындады, оның ұлттық заңнамаға және барлық талаптарға сай өткенін атап өтті. Мен бүгін Конституцияның 46-шы бабына сәйкес 1-ші шақырылымдағы құрылтайдың 1-ші сессиясын шақыру туралы жарлыққа қол қойдым. Алқалы жиын 28-ші тамыз күні болады. Оған дейін құрылтайға өткен партиялар депутаттардың тізімін әзірлеуге тиіс. Жалпы құрылтай сайлауы еліміздің қоғамдық саяси өміріне үлкен өзгеріс әкелді. Партиялар ұсынған тізімге тәжірибесі мол түрлі мамандық иелерімен қатар саясатқа жаңадан келген азаматтар да енді. Олардың қатарында қабілетті жастар, солардың ішінде президенттің кадрлық резервінің мүшелері бар. Жаңа буын өкілдері саяси науқанды жандандыра түскені сөзсіз. Халыққа адал қызмет еткісі келетін, жауапкершіліктен тайсалмайтын жаңашыл адамдардың бәріне бірдей мүмкіндік берілді. Түптеп келгенде бұл қалыпты, яғни эволюциялық үдеріс. Осы орайда саяси партиялардың белсенділігін, олардың идеологиялық ұстанымдарын, кәсіби деңгейін ерекше атап өткім келеді. Саяси дода кезінде ел болашағына тікелей ықпал ететін ұтымды ұсыныстар айтылды. Сайлаушыларды бұл жұмыстан тыс қалған жоқ. Олар әр мәселе бойынша өз пікірлерін ашық білдіріп отырды. Бұл үгіт насихат кезінде болған ұлттық теледебаттардан, ақпарат алаңындағы ашық пікір таластардан анық байқалды. Осылайша қоғамда өзара құрмет пен жауапкершілік және пікір алуандығы құндылықтары орнығып жатыр. Жаңа саяси мәдениет қалыптасуда. Қадірлі ұстаздар, ұлтымыздың келешегін айқындайтын тарихи өзгерістер табысты болу үшін ең алдымен қоғамдық сана жаңғыруға тиіс. Бұл істе мәртебелі мамандық иесі мұғалімнің рөлі айрықша маңызды. Әлемді ең дамыған технология өзгертуі мүмкін. Ал адамды, оның дүние танымын өзгерту нағыз ұстаздың ғана қолынан келетін іс. Сондықтан
мемлекет білім жүйесін дамытуға әрдайым баса назар аударады. Соңғы 7 жылда бұл салаға бөлінетін қаржы 3 есе артып 6,4 триллион теңгеге жетті. Кейінгі 5 жылдың ішінде 1 миллионнан астам оқушыға арналған 1120 мектеп салынды. 5000-нан астам ауыл мектебінің материалдық техникалық қоры жаңартылды. Білім ошақтарында 7000-нан астам заманауи үлгідегі пән кабинеттері жасақталды. Өздеріңізге мәлім, осыдан 2 жыл бұрын менің тікелей тапсырмаммен келешек мектептері жобасы бастау алды. Осы жоба аясында 460 мың оқушыға арналған 217 мектеп салынды. Заманауи мектептердің жаңа стандарты пайда болды десек артық болмайды. Алайда біз әрбір өңірге, соның ішінде мектептерге сұраныс бар аудандарда сапалы оқу орындарының құрылысын міндетті түрде жалғастырамыз. Бұл алдымызда тұрған мемлекеттік маңызға ие аса өзекті міндет. Уақытты созбай жұмысқа кірісуіміз керек. Келесі жылы құрылыс барысы қарқынды болу қажет. Ұстаздың беделін нығайтып, оларды жан-жақты қолдау үшін белсенді жұмыс атқарылып жатыр. Педагог мәртебесі туралы арнайы заң қабылданды. Биыл бұл заңға толықтыру енгізіліп, ұстаздарға қосымша құқықтық және әлеуметтік кепілдіктер берілді. 5 қазан күні ұстаздардың кәсіби мерекесі ретінде нақты бекітілді. Мемлекеттік марапаттар тізіміне Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы атағы енгізілді. Бұл мәртебелі наградамен марапатталған тұлғаларға қомақты сыйақы беріліп жатыр. Қазірдің өзінде 100-ге жуық мұғалім марапатталды. Басқа да лайықты ұстаздар мемлекет назарынан тыс қалмай, осы құрметті аттаққа ие болары күмәнсіз. Соңғы 3 жылда еліміздегі 3 мұғалімге ең жоғары мемлекеттік награда Қазақстанның еңбек ері атағы берілді. Бұл ұстаздар қауымына деген айрықша құрметтің белгісі екені сөзсіз. Thales 2024 The OECD Teaching and Learning International Survey зерттеуінің нәтижесіне сәйкес Қазақстан мұғалімдердің беделін нығайту көрсеткіші жөнінен 2-ші орында тұр. Сондай-ақ ұстаздардың еңбек ақыға қанағаттану өлшемі бойынша еліміз әлемдегі алғашқы 5 мемлекеттің қатарына кіреді. Атап айтқанда, ұстаздардың 95% өз жұмысына көңілі толатынын айтқан, ал 80% осы мамандықты қайта таңдауға дайын екенін жеткізген. Баршаңызға зор алғыс. Ұстазды қадірлей білу өркениетті қоғамға тән қасиет. Біз ұлт сапасын арттырамыз десек, бірінші кезекте мұғалімдерге барынша қолдау көрсетуіміз керек. Бұл мен үшін мызғымас ұстаным. Жалпы еліміздегі білім саласын дамыту үшін көп жұмыс атқарылды. Нақты нәтижелер де бар. Былтыр оқушыларымыз 30-дан астам беделді халықаралық олимпиада мен ғылыми жобаға қатысып, 1000-нан астам медаль жеңіп алды. Ауыл мектебінен шыққан республикалық олимпиада жүлдегерінің саны 10 есе ұлғайды. Осылайша қала мен ауыл мектебіндегі білім сапасының алшақтығы айтарлықтай азайып келеді. Алайда арқаны кеңге салуға әлі ерте. Алдымызда көп жұмыс бар. Оны тиімді атқаруымыз қажет. Білім беру саласында әлі күнге дейін шешімін таппай отырған біраз түйткіл бар. Сондықтан бір қатар өзекті мәселеге арнайы тоқталғанды жөн деп санаймын. Бірінші мәселе оқу ағарту саласындағы кадр тапшылығын жойып, ұстаздардың біліктілігін көтеру қажет. Бұл бағытта жүйелі шаралар қолға алынуда, нақты жұмыс жүргізіліп жатыр. Соның арқасында білім саласын таңдаған жастардың қатары көбеюде. Бұл жақсы үрдіс. Биылдың өзінде мектеп бітірген 12 мыңнан астам түлек педагогиялық мамандық бойынша мемлекеттік грант иегері атанды. Олардың 2000-нан астамы мектепті алтын белгімен бітіргендер. Дегенмен кадр мәселесін түпкілікті шешу үшін әлде біраз шаруа атқарылуға тиіс. Елімізге тағы да 5000-нан астам мұғалім керек. Себебі халық саны тұрақты түрде артып келе жатыр. Соңғы жылдары салынып жатқан мектептердің саны да едәуір көп. Осы жағдай
педагог мамандарға деген сұранысты арттырып отыр. Бұл мәселе бойынша министрлік тың тәсілдер ұсынуға тиіс. Сонымен қатар, мұғалімдердің біліктілігін көтеру мәселесіне ерекше назар аударған жөн. Алайда осы саладағы кезекті ауқымды реформаны жасаймыз деп, бүкіл оқу жүйесін қысқа мерзімде түбегейлі өзгертуге болмайды. Әйтпесе, бұрыннан қалған теріс нәтижелері осы аса маңызды саланың тас-талқанын шығарғаны есімізде бар. Осындай сынақтар оқу саласына үлкен зиян әкелді. Тек реформа үшін жай ғана аты бар, заты жоқ реформалар жүргізуді доғару қажет. Басқа сөзбен айтқанда, реформаларды, өзгерістерді әрине жүргізу керек. Бірақ ондай өзгерістер мұғалімдерді әбден шаршатып, оларды күйзеліске ұшыратпау қажет деп мен ойлаймын. Әрбір реформаны, әсіресе білім саласындағы реформаны жүзеге асыру алдында оны жан-жақты саралау қажет. Оның тиімділігіне әбден көз жеткізу керек. Реформа бұл бастапқы сынақ, эксперимент емес. Бұл жауапты шешім мен іс-шара. Үкімет педагогиялық жоғары оқу орындарының қызметін қайта қарау кезінде бұл мәселені міндетті түрде ескеруге тиіс. Ұстаздарды мектеп пен балабақшадағы жұмыстың кәсіби ерекшеліктеріне барынша бейімдейтін бірыңғай жүйе құру қажет деген ұсыныс бар екен. Оны жан-жақты қарап, қажет болса іске асыру керек. Бұл іске әдістемелік орталықтар, мектепке дейінгі орта және қосымша білім беру мекемелері белсене атсалысуға тиіс. Осы салаға жауапты министрліктер педагогтердің жаңа буынын даярлау үшін күш жұмылдыру керек. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, жұмыла әрекет ету қажет. Өздеріңізге мәлім, мұғалімдерге кәсіби қолдау көрсету үшін өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы құрылды. Бірақ бүгінде бұл ұйымның жұмысы мардымсыз деуге болады. Мәселен, маған ұстаздардан аттестация ережесін қайта қарау туралы көптеген өтініш келіп түсті. Мұғалімдер артық жүктеменің және қағазбастылықтың көп екенін айтып шағымданып отыр. Осыған орай мен педагогтерді аттестациядан өткізу талаптарын жетілдіру жөнінде нақты тапсырма бердім. Бұл жерде бағалаудан мүлде бас тарту немесе оны күрделендіру туралы сөз болып отырған жоқ. Білімді әділ бағалау білім беру жүйесінің өзегі. Бізге мейлінше түсінікті әрі ашық жүйе керек. Бұл өте маңызды мәселе. Оны қарастырған кезде жоғары жауапкершілік пен мінсіз кәсібилік таныту қажет. Тиісті министрлік бұл мәселемен айналысып, көп ұзамай нақты ұсыныстар беруге тиіс. Біліктілікті көтеру бағдарламаларына жаңа конституция құндылықтарын, сондай-ақ заң мен тәртіп, адал азамат, таза Қазақстан идеяларын енгізген жөн. Бұл қызметтік міндет деп айтуға болады. Екінші мәселе, аймақтар арасындағы білім сапасына қатысты алшақтықты жою қажет. Осы тұста ұлттық бірыңғай тестілеудің биылғы нәтижелеріне тоқталғым келеді. Мәселен, Қызылорда, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қостанай облыстарының, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларының түлектері жоғары көрсеткішке қол жеткізді. Ал Түркістан, Ұлытау, Атырау, Ақтөбе және Алматы облыстарындағы жағдай жақсы деп айту қиын. Әсіресе тиісті министрлік пен әкімдік Түркістан облысындағы ахуалға назар аудару керек. ПИСА 2022 ұйымның зерттеуде Түркістан облысындағы білім сапасының мәз емес екенін көрсетті. Бұл аймақтың оқу ағарту жүйесінде олқылықтар әлі бар деген сөз. Бірақ облыстағы жағдайды дағдарыс деп те айтуға болмайды. Мәселе мынада. Облыста білім алып жатқан оқушылардың 75%-ға жуығы ауылда тұрады. Олардың жан-жақты және қарқынды даму үшін қолайлы жағдай жасалуға тиіс. Қажетті инфрақұрылым салып, шалғай елді мекендерге мықты мамандарды тартқан жөн. Бұл үкіметтің және әкімдіктердің алдында тұрған жедел міндет. Жұмысты жоспарлы түрде тездетіп атқарып, нақты нәтижелерге қол жеткізу қажет. Жалпы төмен нәтиже көрсеткен барлық аймақтың әкімдері бұл бағыттағы жұмысты күшейтуі керек. Үкіметке осы жұмысты тиімді үйлестіруді тапсырамын. Бұдан бөлек президент әкімшілігіне үкіметпен бірлесіп
төмен нәтиже көрсеткен облыстарға нақты көмек көрсетуді, мысалы арнайы талдау жүргізуді тапсырамын. Ал үкімет білім жүйесінің тиімділігін арттыра түсетін жан-жақты зерттелген шешімдер ұсынуға тиіс. Бұл мәселеде жетістікке ие болған мектептер мен даму институттарының мүмкіндіктерін кеңінен пайдаланған жөн. Құзырлы министрлік орта білімнің мазмұнын заман талабына сай жаңғырту қажет. Мысалы, тарихи аңыздар мен шындыққа сай келмейтін оқиғалардың орнына өскелең ұрпаққа ілгерілеуге, прогреске бағытталған пәндерді оқыту қажет. Ал тиісті бағдарламаларды даярлау бұл министрліктің жедел мақсаты. Келешек мектептері инновациялық шешімдерді енгізу және ұлттық білім беру үлгісін қалыптастыру ісінде маңызды рөл атқару керек. Осы орайда Ибрай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясына зор жауапкершілік жүктеледі. Алдағы 3 жыл ішінде келешек мектептері білім берудің озық тәжірибелерін сынақтан өткізетін орталыққа айналуға тиіс. Білім жолы, сынағы мен қиындығы көп жол. Осы жолда табысқа жетіп, бейнеттің зейнетін көру үшін ең алдымен табанды еңбек ету қажет. Түптеп келгенде, бәріміздің мақсатымыз бір, мүддеміз ортақ екенін естен шығармаған абзал. Бұл орайда бір мәселеге арнайы тоқталып өткім келеді. Көбізге белгілі әлеуметтік желіде білім саласына қатысты қызу пікір таластар болып тұрады. Кейде мұндай дау-дамайларға білім жүйесінің бұрынғы және қазіргі лауазымды тұлғалары араласып жататыны көзге түсетін болды. Өкінішке қарай, осындай тартыстар білім саласына пайдасын тигізеді деп айту қиын. Өркениетті пікір таластардың орнына айқай-шу мен даңғазаны тыңдап отыруға мәжбүрміз. Тіпті ұстаздар қауымы да ондай пікір таластардың түпкі мәнін түсіне алмай дал болуда. Әрине, балалардың болашағы үшін алаңдап, ұтымды ұсыныстар білдіру бір бөлек әңгіме. Ал жанашыр болып емес, жақсы атты болу үшін пікір білдіру тіптен басқа мәселе. Өнбейтін дауды қуып, өрісімізді кеңейте алмайтынымыз анық. Қазір бос бұрыс сөздің уақыты емес, нақты дұрыс істің дәуірі. Осыны ескерген жөн. Третье. Внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования. В условиях наступления новой цифровой эпохи именно человеческий капитал становится важнейшим фактором развития. И это сильная сторона Казахстана. Наши дети талантливы и показывают высокую конкурентоспособность на мировой арене. На днях Ахорду посетила группа победителей международных интеллектуальных олимпиад, чтобы получить заслуженные награды. Мною поручено в этом учебном году принять дополнительные меры стимулирования одаренных детей. Денежные премии будут выплачиваться не только за успех на олимпиадах, но и за победы в конкурсах научных проектов. Передовые технологии в синергии с интеллектуальным потенциалом молодежи уже дают серьезный экономический эффект. Создаются новые стартапы, появились первые так называемые единороги. Чтобы масштабировать этот опыт, необходимо создать инновационную экосистему, в которой образование занимает ключевое место. Поэтому в рамках года цифровизации и искусственного интеллекта начат переход на платформенную модель управления отраслью. Модернизируется образовательная база данных, которая объединит все государственные сервисы и услуги и избавит учителей от рутины. Последний момент крайне важен. Педагогов надо избавить от бумажной волокиты, бесконечных отчетов, назойливых приказов, пройти аттестации и прочие бесполезные проверочные процедуры. Нет-нет, появляются сообщения о привлечении учителей к ремонтным работам, разного рода общественным мероприятиям, не имеющим прямого отношения к учебному процессу. Мы давно договорились, что это недопустимо. Министерство просвещения и управление акиматов должны прежде всего работать над совершенствованием нормативно-правовой и регуляторной базы, выстраиванием эффективного учебного процесса, внимательно анализировать образовательные программы. Недавно правительство сообщило обществу об итогах результативной работы. Было выявлено более 700 грубейших ошибок в школьных учебниках со всеми тяжелейшими последствиями для качества школьного образования. Только что мною было сказано о необходимости пересмотра учебных материалов, где описываются недостоверные исторические факты и события. Детям рассказывают мифы о неких мнимых героях
их подвигах, которых-то на самом деле не было. Воспитание детей в духе патриотизма путем распространения ложных сведений неизбежно приведет к подрыву морального стержня нашего народа. Не раз говорил, что нам всем надо отказаться от образа и характера вечно горюющей нации. Некоторые наши литераторы полюбили слово «мон». «Жүрегімде мон, көзімде мон». Печаль – плохой попутчик для нашей молодежи. Мұң қайғы жастық шаққа жастарға жараспайды. Жастарымыз өз халқының тарихын дұрыс түсіне отырып, болашаққа үмітпен және сеніммен қарауға тиіс. Еліміздің жастары оптимист болып, еңсере алмайтын қиындық жоқ екенін білу қажет. Біз өз күш қуатымызға сенетін мықты ұлтқа айналуымыз керек. Мұң, қайғы, күйзеліс жастарымызға жат нәрсе болуға тиіс. В мае текущего года мною подписан специальный указ о внедрении искусственного интеллекта в систему образования. Но его исполнение перед новым учебным годом не обеспечено в должной мере. Это большое упущение. В чем причина? По-любому это недопустимо в условиях опережающего развития технологий. Ситуация требует принятия срочных действенных мер по систематизации и правильному применению искусственного интеллекта детьми и педагогами. Забегая вперед, могу сказать, что в послании поставлю задачу использования цифровых инструментов, даже смартфонов, молодежи, включая тех, кто живет в сельской местности, для получения регулярных экономических и финансовых доходов. Нам предстоит перейти от цифрового государства к цифровой народной экономике. Другими словами, искусственный интеллект, его инструментарий – это не забавные игрушки, а средства заработка на жизнь. Так должно быть. В сфере высшего образования уже действует межвузовский стандарт, учитывающий этические, правовые, организационные стороны использования искусственного интеллекта. Правительству необходимо внедрить аналогичный стандарт и в системе среднего и профессионального технического образования. Нельзя рассматривать подготовку специалистов новой формации в отрыве от школьного образования. Следует выстроить единую вертикаль. В этой связи возникает вопрос, стоит ли держать в школах 18-летних подростков, как это происходит в ниш и частных школах. Насколько это целесообразно с учетом ускоренного физиологического развития современных детей. Полагаю, министерство рассмотрит этот вопрос и предложит варианты решения в случае такой необходимости. Наша Конституция предусматривает единый стандарт школьного образования по всей стране. Это надо обязательно учитывать. В сентябре откроются двери университета искусственного интеллекта, но этого недостаточно. Правительству нужно проработать вопрос открытия в Астане казахстанско-китайской школы искусственного интеллекта, учитывая большой опыт Китая в освоении новых технологий. Төртінші мәселе. Балаларды қорғау және олардың жан-жақты даму үшін қолайлы жағдай жасау аса маңызды міндет. Бұл мемлекет саясатындағы негізгі басымдықтың бірі. ЮНИСЕФ Қазақстанның осы салада орталық Азия елдеріне ғана емес, Европадағы бір қатар мемлекетке үлгі бола алатынын мәлімдеп отыр. Бұл халықаралық ұйымға ризашылығымды білдіремін. Шын мәнінде біз бұл бағытта көп жұмыс атқардық. 2024 жылдан бері ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында 7 миллионға жоқ баланың есепшотына қаражат аударылды. 2024 жылы 695,5 миллион доллар. 2025 жылы 888,8 миллион доллар. 2026 жылы 901,7 миллион доллар болды. Бұл жұмыс еліміздің үлкен жетістігі екені сөзсіз. Көптеген мемлекет балаларға арналған осындай ауқымды қолдау саясатын жүргізе алмай отыр. Жыл басынан бері Қазақстан балалары тұжырымдамасы жүзеге асырыла бастады. Бұл құжатта өскелең ұрпақты қолдауға арналған шаралардың бәрі көрініс тапты. Барлық аймақта балалардың құқықтарын қорғау басқармалары, сондай-ақ психологиялық қолдау орталықтары құрылды. Бұған қоса инклюзивті білім беру жүйесі қарқынды дамып келеді. Бірақ шешімін таппаған түйткілдер де бар. Мәселен, ақпараттың шамадан тыс көбейіп кетуі қоғамға, соның ішінде жас ұрпаққа кері әсерін тигізе бастады. Мұндай ахуал
азаматтардың жұмыс қабілетін төмендетеді. Бұл әсіресе болмыс бітімі енді қалыптасып келе жатқан балалар үшін өте қауіпті. Социальные сети, цифровые платформы, искусственный интеллект и агрессивный маркетинг влияют на мировоззрение детей не меньше, чем семья и школа. Психологическое благополучие, эмоциональная устойчивость, нравственное воспитание подрастающего поколения уже стали важным фактором национальной безопасности и устойчивого развития страны. Принятый в 2018 году закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в современных реалиях требует переосмысления и внесения серьезных изменений. Правительством разработан законопроект, предусматривающий запрет на регистрацию в социальных сетях пользователей младше 16 лет. В июне месяце законопроект внесен в парламент. На открытии первой сессии Курултая предложу депутатам рассмотреть данный вопрос. Тем более схожие шаги уже предприняты многими странами. Полагаю, и нам пора перейти от устранения последствий к предотвращению угроз психологическому состоянию детей. Иначе это может отрицательно повлиять на стабильность в обществе. Правительству следует принять меры по фильтрации содержания, или, как сейчас принято говорить, контента в целях защиты детей. Полагаться только на ответственность родителей не приходится по ряду известных причин. Поэтому поручаю масштабировать внедрение обязательных детских SIM-карт, которые смогут обеспечить информационный иммунитет. Отдельный вопрос – агрессивная реклама фастфуда, заполонившая публичное пространство. Она формирует устойчивые вредные привычки, увеличивает нагрузку на систему здравоохранения, негативно сказывается на трудовом потенциале страны. Под наблюдением медиков находится около 7 тысяч детей с сахарным диабетом. И эта цифра не уменьшается, она даже растет. Многие государства запрещают либо ограничивают рекламу продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, ориентированные на подрастающее поколение. Этот вопрос непростой. В нем присутствует целый набор деликатных и сложных моментов, включая дискуссионные, медицинские и даже политические нюансы. Но правительству все же нужно досконально разобраться в этой проблеме, имея в виду здоровье наших детей. Бесінші мәселе. Бала тәрбиесі мәселесіне баса мән беру қажет. Қоғамда заң мен тәртіпке, тазалыққа, мәдениеттілікке негізделген жаңа этика қалыптастыру ісі дәл осы маңызды миссияны жүзеге асырудан басталады. Қазір елімізде 7 миллионға жоқ бала бар. Жастармен қоса есептегенде олардың үлесі халық санының жартысына жуықтайды. Еліміздің келешегі жарқын болсын десек, ең алдымен ұлағатты ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Жастардың бойына отаншылдық, білімпаздық, еңбекқорлық құндылықтарын сіңіруіміз қажет. Әйтпесе, салынған мектептерден, білім саласындағы инновациялық шешімдерден еш нәтиже болмасы анық. Бұл тұрғыдан алғанда, оқу-ағарту саласы айрықша рөл атқаратыны баршаға мәлім. Мектептер сапалы біліммен қатар тағылымды тәрбиенің ошағы болуы керек. Балалар мектепке зор ынтамен бару қажет. Олар мектепті білім алатын, құрдастарымен араласатын және өміріндегі ең тамаша жылдарды балалық пен жастық шақтың шынайы ғажап кезеңдерін өткізетін өз үйіндей қабылдауға тиіс. Қалай болғанда да жағдай дәл солай болуы қажет. Тағы бір өзекті мәселе. Біз жастардың құқықтық сауатын артыруға баса мән беруіміз керек. Менің тапсырмам бойынша осы жылдан бастап мектептерде құқық негіздері пәні оқытылатын болды. Бұдан бөлек оқу бағдарламасына конституция негіздері және заң мен тәртіп курстары енгізіледі. Негізгі мақсат тек заңды сақтайтын, конституцияны сыйлайтын жастар ғана жарқын келешекке, мол табысқа қол жеткізеді. Түсінікті тілмен айтсақ, бақытты өмір сүреді. Ал заңға немқұрайлы қарайды. Заң ережелерін бұзып жүрген жастар қылмыстық жазасын алып, өз өміріне балта шабуда. Өкінішке қарай, бұл өте қарапайым ақиқатты көптеген жас азаматтар білмейді, түсінбеді де. Біздің міндет оларға өмірдің осы шындығын түсіндіріп айту. Жалпы оқулықтардың мазмұны заман талабына, сондай-ақ жаңа конституция идеяларына сай болғаны өте маңызды. Осы міндеттің сапалы әрі уақытылы орындалуына үкімет пен тиісті министрлік тікелей жауапты. Сондай-ақ өскелең ұрпақты
табиғатқа қамқор болуға тәрбиелеу қажет. Мен бұған дейін мектептер мен жоғары оқу орындарына экологиялық ағарту саласының бірыңғай стандарттарын енгізу қажеттігі жөнінде айттым. Үкімет бұл жұмысты жыл соңына дейін аяқтауға тиіс. Сонымен қатар, адал азамат бір тұтас тәрбие бағдарламасының қолданыс аясын кеңейте түсу керек. Қазір бұл бағдарлама негізінен орта білім саласындағына жүзеге асырылып жатыр. Ұрпақ тәрбиесі ел тағдырына тікелей әсер ететін аса маңызды міндет. Дегенмен осы мәселеге келгенде барлық жауапкершілікті тек мектептерге артық қою дұрыс емес. Біз тұтас қоғам болып, балаларға қауіпсіз әрі қолайлы орта қалыптастыруымыз керек. Ең маңызды мақсат Конституцияның негізгі қағидаттары ұлттық болмысымыздың ажырамас бөлігі болуға тиіс. Жастарымыз Конституцияны жақсы білу қажет. Сонда ғана қоғамымыз өркениетті, білімді, ұқыпты, ал еліміз өте дамыған әрі озық болатынына күмән жоқ. Особо хочу акцентировать ваше внимание на необходимости популяризации культуры чтения. В этом году я подписал соответствующий указ. Правительству следует шире привлекать к этой работе гражданских активистов, представителей творческой и научной интеллигенции, средств массовой информации и бизнеса. Укрепление человеческого потенциала невозможно без формирования у детей интереса к науке. Мировой опыт показывает, что важную роль в этом ключе играют школьные научные музеи и исследовательские центры. Именно такие площадки позволяют ученикам применять знания на практике, проводить эксперименты, знакомиться с трудами ученых и осознанно выбирать будущую профессию. В этой связи считаю целесообразным создать в Астане, Алматы и ряде региональных центров детские музеи естествознания. В течение 2 лет откроют свои двери президентские библиотеки в Астане, Алматы, Кызылорде. Есть планы построить президентские библиотеки в Шымкенте и других областных центрах. Полагаю, спонсоры откликнутся на эту инициативу. По Конституции Казахстан – светское государство. Поэтому давайте сделаем упор на строительство образовательных учреждений, на развитие и совершенствование системы образования. Воспитание подрастающего поколения на основе прогрессивных, созидательных ценностей – это наш общий долг. Только совместными усилиями государства, учителей и родителей мы сможем создать все условия для гармоничного развития детей. Другими словами, откроем им путь в светлое будущее. Ұлы Абай, адам баласының ең жаманы талапсыз деп бекер айтпаған. Өзіне сенімсіз, жасық, әр нәрсеге мұңая беретін, үнемі күйзелісте жүретін кер тартпа адамның болашағы бұлыңғыр. Тағы да айтып кетейін. Қазақ кез келген сын қатерді еңсеруге дайын жұрт, келешегіне сеніммен қарап, алға қарай батыл қадам басатын нағыз жеңімпаз ұлт. Өткенге өкпе артып, тарихтағы сәтсіздіктер үшін басқа халықтар мен мемлекеттерді айыптау болмысымызға мүлдем жат дүние. Біз өскелең ұрпақты осындай кеселден, теріс түсіністіктен сақтауымыз керек. Бұл тұрғыдан алғанда оқу ағарту саласына зор жауапкершілік жүктеледі. Сондықтан ұстаздарымыз ең алдымен ойы таза, ниеті түзу, жақсылыққа, жарқын болашаққа деген сенімі зор, жігерлі азаматтарды тәрбиелеуге тиіс. Мы нация победителей, готовых к преодолению всех трудностей и угроз, уверенно смотрящих только вперед, верящих в светлое будущее, а не ищущих причины трагедий, поражений, неудач, а также психологических комплексов в историческом прошлом и в других государствах и народах. Отаншыл, білімпаз, жаншыл, талапты, еңбекқор адамдар елдің көшін алға бастайды. Риза болатыным, мен осы қасиеттерді өскелең ұрпақтың бойынан анық көремін. Жастарымыз әрдайым жақсылыққа ұмтылады. Еліміздің келешегіне зор сеніммен қарайды. Нағыз отаншылдық дегеніміз бұл жемісті, табанды еңбек. Әр саладағы еңбек маңызды, оның жаманы немесе ұлтқа зиян әкелетіні болмайды. Еңбек бұл ең жоғары деңгейдегі қасиетті дүние. Ал мемлекеттің міндеті осындай еңбекқор адамдарға лайықты құрмет көрсету, оларды марапаттау. Алысқа көз тігетін жасампаз ұлттың шынайы болмысы осындай болады.
Там, где царит уныние, никогда не будет развития. Как говорил великий Абай, самый жалкий человек на свете – это человек без устремлений. Сфера просвещения должна стать маяком, освещающим путь нации к прогрессу. Отрадно, что молодое поколение казахстанцев с оптимизмом смотрит в завтрашний день. В этой вере и уверенности в себе кроется мощный созидательный потенциал нашей страны. Қадірлі ұстаздар, әділетті, қуатты, қауіпсіз әрі таза Қазақстанның тірегі болатын жауапты әрі адал азаматтарды тәрбиелеу бәріміздің ортақ міндетіміз. Біз озық ойлы ұлт қалыптастыру жолында бірлесе еңбек етуіміз керек. Халқымызда білім таусылмас қазына деген сөз бар. Сапалы білім мен нағыз ғылымға ұмтылсақ, біз барлық мақсатымызға қол жеткіземіз. Білікті мұғалімдеріміз, дарынды жастарымыз, мызғымас бірлігіміз барда, еліміз кез келген белесті бағындырады. Бұған еш күмәнім жоқ. Ұстаз ұлттың шамшырағы, мұғалімнің еңбегі ең жоғары құрметке лайық. Мен бүгін бір топ ұстазды жоғары мемлекеттік наградалармен марапаттау туралы арнайы жарлыққа қол қойдым. Баршаңызға құтты болсын деймін, қызметтеріңізге табыс тілеймін, жаңа оқу жылы жемісті болсын.